Всем привет, достар. Короче, бүгін мамам обедке тамақ кеткен болатын. Содан жатсады екен да больницаға. Соған киімдерін дайындап қойдым. Енді, короче, өзімізге кірісетін болғанбыз. Мен шашымды жасайтын боламын. Енді қайтеміз. Короче, үйде біз үшеуміз ғанақпыз. А то кешке таман папа келеді да. Ал тарақпайды вообще-то. Мына жынды бар. Потом анау бар, ұйықтап жатыр ол. Ал біз, короче, мынаяқта ешкі. Блин, так что мамасыз қанша күн болады екенбіз. Қазір мен тарағап келейін, бәрі күтім. Шашым жасадым, достар. Енді, короче, бүйтіп, мына кекілім. Өзі сондай екен. Короче, кекілімді қиғам ғой, достар. Потом осы кекіл ұнамай қалып, мал болып жүрмін, блин, так что. Осы кекілді бүйтіп қайт. Қараңдар. Ол бұл қалам ба? Біртелі бұл қалам да. Короче, маған кекіл қиған жараспай ма, жараса ма? Жазып кетіңдер комментке. Вообще как. Әйтеуір мазжаға береміз, неғып екен білмеймін. Күнде ысып кетесің бұл мазбен. Кете ма десе қасқа. Жібек жағасын ба? Кете. Бұл қызды асып жіберейік енді. Ақырын жақпаса мұна күтіндері. Ал жағып қойдым бұл жындыға. Менде айна бар. Потом помадамен. Мынау хат қаған бет сүртетін да. Достар, короче, мен телефонның алдыңғы несі істемейді. Сүртем де кетпейді. Вообще бетім жаман көрініп тұрса айтыңдар. Мен артқы камерамен түсіремін. Комментарий. То бас кет шығар. Мынау мен сүртем, короче. Блин, так что. Ой, айна тұр екен ғой мынаяқта. Айнаның артқы камерасы ғана нормальный, короче. Достар, мынау, короче, білмеймін, бет сүртетін зат. Әдені көйін қаш? Мынаны қараңдар. Ал басты шашын қарашы. Қашы? Күтіңдер. Достар, менің бетім осындай болды, короче. Мен негізі короче демейтін. Короче деп мал болып ататын. Ал стик. Стилді де талды қорғанский бұқсай. Шаш осылай. Қазір кішкене істемесем ұрсат папа кеп. Еще тамақ асуым керек. Ернім осындай болды. Не шашың?